Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақтастархан YouTube арнасы. Бүгін біз сіздермен балалық шаққа саяхат жасайтын боламыз, яғни дәл осындай кәмпиттер жасаймыз. Ол үшін бізге 3 қана зат керек болады. Барлығы да үйдегі бар заттар: қаймақ, қант және сары май. Ең алдымен ыдысымызға қаймағымызды салып, астын баяу етіп отқа қоямыз. Оның үстінен қантымызды қосып, бір келкі болғанша араластырып тұрамыз. Оттың асты қатты болмау керек, баяу отта осылай барлығы ерігенше, бір келкі масса болғанша араластырып отырамыз. Міндетті түрде тоқтатпай араластырып отыруымыз керек, әйтпесе түбі жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай қайнай бастайды. Дәл осылай 15-20 минутқа қайнатамыз. Қайнап болған соң қоңыр түске енеді. Қоңыр түске енген кезде үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, оны да жақсылап бір араластырып аламыз. Міне дерлік біздің кәмпиттеріміз дайын болды. Жасалу жолы өте оп-оңай, құрамы табиғи, ешқандай зиян жоқ. Балаларға әзірлеп берсеңіздер болады, өздеріңіз үйге шайға әзірлеп жесеңіздер болады. Дайын болған массаны дәл осындай қалыпқа үстінен пищевой пленкамызды төсеп, массамызды бір келкі етіп орналастырып шығамыз. Мынау жас кезімізде бәріміз ирис дейтін конфет болушы еді ғой. Дәл солай, дәмі де сондай болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Енді осыны тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз қатқанша. Міне қатқан кезде осындай қатты болады. Енді кесіп көрсетеміз. Есінің өзі керемет. Дәл біздер бала кезімізде жейтін ирис дейтін кәмпиттің дәмі. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Және біздің арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, себебі сіздер біздің арнамыздан дәл осындай үйдегі бар қарапайым заттардан дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Міне конфеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.